Ол ешқашан дауысты болмаған, шоу жасамаған, голдан кейін өз кеудесінен ұрмаған. Ол тек өз ісін істейтін. Доп оның аяғына тиген сәтте бүкіл алаң бір секундқа тоқтап қалғандай болатын. Ол басқалар байқамағанды көретін. Бұл жау мүмкін емес пастар беретін. Ешкім оқымаған қозғалыс. Бұл Месут Озил еді. Бірақ қалай болды? Өз буынының ең талантты плеймейкерлерінің бірі қалайша дерлік ұмытылған күйде қалды. Қалай Реалдың көмірінен және Германия құрамасының қаһарманынан өз жанкерлері сабайтын адамға айналды. Бүгін түсінбеген Генейдің тарихы. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпайық. Месут Озил Гельсингерде, Германия индустриясының дәл жүрегінде дүниеге келген. Бұл футбол жұлдыздары туатын қала емес еді. Бұл жұмысшылар, зауыттар, сүрүйлер мен шағын армандар қаласы болатын. 12 жасында Шальке академиясына барды. Шальке академиясы бұл жерде енді футболшылардың, жас таланттардың арманы болатын. Месуттың ойыны керемет болды. Алға дәл берілген пас сызықпен сызғандай, бірақ бұл барлығына ұнамады. Шалькеде айтатын, ол тым жұмсақ, тым тыныш, мұндай дене бітіммен Бундеслигада тірі қалмайды. Және контракт қол қою уақыты келгенде клуб оған мүлде мардымсыз жалақы ұсынды. Озил келіспеді, тек үнсіз заттарын жинап, Бременге кетіп қалды. Және дәл сол жерде Вердерде сикыр бастады. Тренер Томас Шааф оған еркіндік берді. Ал плеймейкер армандайтын сол еркіндік және Месут оған тек генийлер ғана істейтін жауабын берді. Ол команданың дирижеріне айналды. 08-09 маусымда ол нағыз серпіліс жасады. Вердерді финалға шығарды. Германия кубогын жеңіп алды және бүкіл елдің сүйіспеншілігіне айналды. Бұл жер енді Германия кубогы олар үшін арман болды. Сол арманды әрине Месут Озил орындады десек те болар. Енді бүкіл Германия оның атын білетін, бірақ Озил өзі сол қалпында қалды. Ауладағы қарапайым жігіт бар болғаны әдемі ойнағысы келетін және сол келесі аялдамасы нағыз аңыздың басталуы болар деп сезгенде жоқ. Оңтүстік Африка 2010 жылдың жазы бүкіл планета футбол мейрамын күтеді. Ал Германия құрамасында бар болғаны 21 жастағы жігіт Месут Озил. Турнирге дейін оны Германия білетін, бірақ енді оны бүкіл әлем көру керек болатын. Ол алып футболшылардың арасындағы кездейсоқ жүрген тыныш жігітте көрінетін. Бірақ алғашқы матчта Австрияға қарсы бам алып шықты ма, ойынды талқандай бастады. Келесі матчта Ганаға қарсы ол шығып ең жақсы көретін нәрсені жасады. Сабыр мен салқын қанды түрде ойын тағдырын шешті. Штрафнойдан тыс аймаққа доп Озилге ұшып келді. Ол саспайды, тек басын көтеріп сол аяғымен соғады. Доп тура 9-дыққа кіреді және Германия плей-оффқа шығады. Ол тезде бүкіл әлем алғаш рет айтты, бұл жігіт ерекше деп. Әрі қарай Англияға қарсы матч, классика. Тең ойын күтілді, бірақ Германия шоу жасады және бұл оркестрді кім басқарды? Әрине Озил. Қарсы шабуыл. Месут Озил бұл жерде қапталмен жүгіреді және әрине бұл жерде жай ғана пасты бере салады. Өзі теппейді. Бұны әрине Томас Мюллер пайдаланады. Сосын Аргентина. Озил сол қанатта допталып, басын көтеріп Клозеге идеалды навес береді. Оқылықтағыдай немістер Аргентинаны 4-0 есебімен қиратады. Ойыннан кейін Лев айтты, осы әлем чемпионатында Месут Озил сияқты ойынды ешкім көрмейді деп айтқан болатын. Бірақ содан кейін Испания келді. Сол жеңілмейтін Испания. Германия соңына дейін алысты, бірақ доп қақпаға кірмеді. Озил пас, дрибник, қозғалыс бәрін тырысты. Қолынан не келсе бәрін жасады. Ештеңе болмады, бірақ сол ойынды шешкен Пuyol'дің голынан кейін Озилдің арманы құлады. Бірақ тіпті сол жеңілістің өзінде Месут ұтты. Себебі оған Жозе Мауриньо қоңырау соқты. Дәл сол особенный. Мен сені Мадридте көргім келеді деп шақырған болатын. Сол сәттен бастап Месут шын мәнінде әлемдік жұлдызға айналды. Дебюттік маусымында ол 25 голдық пас берді. 25. Оның жартысы Роналдуға. Роналдуның өзі Месут Озилға ырза болған. Роналду Месут Озил туралы былай айтқан: мен қозғала бастағанға дейін-ақ менің қай жаққа қашатынымды ол біліп тұратын деген.
2011-12 mausum onun mansabınдағы ең үздік кезең қысқа дейін 10 нәтижелі пас. Маусым соңында бәрі түсінді, егер Озил формасында болса, Реалды тоқтату мүмкін емес. Сәуір 2012 жыл Камп Nou, Барселона, Реал Мадрид барлығы осы жерде шешіледі. Титул, мақтаныш, тарих. Сол кеште Озил жай ғана секірші болды. Роналдуға идеалды пас, ол қақпашыны алда бос қақпаға соғады. 2-1. Реал Камп Nou'дағы жеңісі. Бұл жай ғана жеңіс емес. Бұл Мадридтің Барсадан күшті екенін көрсетеді. Ақылмен, класспен жеңе алатын осы жалғыз команда болды. Месуттың командаға деген пайдасы өте көп болды. Маусым қорытындысы Реал 100 ұпай және 121 гол. Испания чемпионы. Озил маусымда 26 ассистпен аяқтады. Еуропадағы ең үздік нәтиже, ең үздік. Бірақ Реалда әрқашан бірақ болады. Мауриньо ойыншылардан жүгіруді, күресуді, алаңға өлуге дейін болуды талап ететін. Ал Озил суретші. Мауриньо айтқан болатын, сенде Озил бар кезде сен физиканы емес, искусствоны таңдайсың деп. Месут әрқашан прессинг жасай бермейтін, бірақ енді бұл бапкерге ұнамайтын. Бапкермен айтқан тактикамен ойнайсыңдар деп, ал Месут болса искусствоны таңдайтын болған. Ал Мауриньо кетті, жаңа дәуір басталды. Және де бұл жерде Гаррет Бейл командаға қосылды. Ал Озилді болса Арсеналға сатып жіберді. Жанкелер болса шокта болды. Арсенал 10 жылдай трофей алмай жүрген клуб дағдарыста, жанкелері ашулы, Венгер қысымда және дәл сол кезде бум, олар Реалдан Месут Озилді алады. Бұл Арсенал үшін басқа галактикадан келген суперзвезда сияқты еді. Лондон жынды болды, жанкелер оны Месси қамқоршысындай көрді. Ал Арсеналға жетіспей тұрған нәрсені алып келді. Сабыр, бақылау, ақыл. 2014 жылдың көктемінде Арсенал 9 жылдан кейін бірінші трофейін Англия кубогын жеңді және жанкелер шын сенді, Озил мен Арсенал қайта чемпион бола алады деп. Месут үшін өміріндегі ең маңызды жас жақындап келе жатқанын білді. Бразилия әлем чемпионаты. Ол бүкіл әлемде тек әдемі техника емес, елін шыңға шығара алатын ойыншы екенін дәлелдеу керек еді. Ганаға қарсы ойын ыстық, ауыр, бірақ дәл сол қорғанысты бұзатын пастарды беріп қолынан келгеннің барлығын жасап жүрді. Жалпы айтқанда Германия үшін қолынан келгеннің барлығын жасады. Техника болса техника, прессинг болса прессинг. Барын салды Месут Озил. Алжирге қарсы қиын ойындар да болды. Ал Германия кубокты көтерілгенде подиумда Мюллер, Нойер, Кросс тұрды. Ал бір шетте көлеңкеде Озил тұрды. Оның үлесін сандармен өлшеу мүмкін емес. Ол тек ойнаған жоқ, ол команданы бағыттады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Германия Месут болмағанда әлем чемпионы бола алатын беді? 2015-16 жылға маусым Озилдің ғарышы. Маусымда 19 нәтижелі паспен аяқтады. Анридің рекордына бір қадам. Әр екінші ойында пас Лестерге қарсы Жируға берген пасы немесе Алексисте жасаған навесі. Бұл жай ғана статистика емес, бұл стадионда орнынан тұрғызатын сәттер. Арсенал титул үшін шын күресті, бірақ тағы да сәл жетпеді. Сосын бәрі құлады. Англия футболы өзгерді. Жылдамырақ, қатал, ал Озил басқа дәуірдің ойыншысы. Ол бұлшықет емес, ақылмен ойнайтын. Команда жеңілгенде бірінші соққы Озилге тиетін. Ол жалқау, ол жүгірмейді, ол лидер емес деп газеттер солай жазды. Ал ол сол матчтарда болса керемет моменттер жасайды, бірақ ойыншылар оны дұрыс пайдалана алмайтын. Арсеналдағы бар ауыртпашылықты Озил өз мойнына алды. Барлығы Озилді жамандай бастады. 2018 әлем чемпионатынан кейін ол Германия құрамасынан кететінін жариялады және әлемді шулатқан сөз айтты. Біз жеңген кезде мен неміспін, жеңілсек мен мигрантпын. Бұл оның ойыншы ретінде емес, адам ретінде сынсаған сәтте. Бұрын оны сүйген әлем одан теріс айналды. Германия халқы да, Арсенал жанкерлері де Озилге қысым жасады. Арсеналда бәрі нашарлай берді. Жаңа бапкер, жаңа ережелер, Озил тіпті заявкаға да кірмейтін болды. Трибунада отырды, ол ешкімді кінәламады. Бар болғаны ол сабыр сақтады. Және ойыншылар болса оған ештеңе айтпайтын, араласпайды кеткен болатын. Мен әрқашан қолынан келгеннің бәрін бердім. Тек уақыт өтті деді. Оның уақыты бітті. Ол махаббат әлі бар жерге жетті. Фенербахче түрік жанкерлері үшін бұл жай ғана трансфер емес, арман еді.
Türk tamыры бар, Германияда өскен жігіт ақыры жүрегінің клубында ойнайды. Оны патшадай қарсы алды, бірақ бұл енді бұрынғы Озил емес еді. Форма әлсіз, жылдамдық жоқ, жарақаттар кетпейді. Кейде ол фирмалық пасын беретін. Сол сәтте уақыт артқа кеткендей болатын, бірақ бұл жарқылдар еді. Огонек әлсіз, уақыт аяқталып келе жатқан түсінікті болды. Фенербахчеден кейін Бешакшехир тыныш клуб, қысымсыз, ол жай ғана өзіне ойнады. 2023 жылы ол карьерасының аяқталғанын тыныш қана хабарлады. Ол Месси немесе Роналдо деңгейіндегі аңыз болмады, бірақ оның басқаларда жоқ нәрселері болды. Өзінің стилі ерекше болатын. Ол 12 километр жүгірмейтін, бірақ бір пасымен ойынды шешетін. Ол айқайламайтын, кеудесін ұрмайтын, тек сен экран алдында отырып, ол мұны қалай көрді деп айтатын сәттер жасайтын. Және мүмкін дәл осы үшін оны көп жүгіргендердің бәрінен де ұзақ есте сақтай алады. Озилдің ойын деңгейі ерекше болды. Озил сияқты ойыншылар қазіргі уақытта жоқтың қасы. Ал достар, бүгінгі видеомыз осы енді. Бейнематериал ұнаса лайк басып, бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Барынша қолдау көрсетіп отырайық. Әр апта сайын осындай керемет видеоларды, керемет форматтағы видеолар шығарып отырамыз. Енді келесі видео қандай болсын, комментарияға жазып кетіңіздер.